Қазақ халқының салт-дәстүрлері. Ең алдымен салт-дәстүр дегеніміз не? Салт дегеніміз әр ұлттың, халықтың діні мен сеніміне, тұрмыс-тіршілігіне, құрылым ерекшелігіне сәйкес ғасырлар бойы жинақталып, өмірдің өзі туғызған ғұрыптардың тұғырының негізі салт деп аталады. Ал дәстүр дегеніміз, дәстүр халықтың атадан балаға көшіп, жалғасын және дамып отыратын тарихи, әлеуметтік, мәдени тұрмыстық, кәсіптік, салт сана, әдет ғұрып, мінез құлық, тәлім тәрбие және рухани іс-әрекеттер көрінісі болып табылады. Қазақ халқының көнеден келе жатқан салт дәстүрлері, ырымдары өте көп. Қазақ деген атын осы кезге дейін қазақи салт дәстүрлерімен, ырымдарымен, той мереке, тағы басқа да жол талай елді таң қалдырып келеді. Ата-бабамыздың қалдырған асыл мұрасын қадірлеп, жоғалғанды жаңғыртып, қайта жаңғырту ендігі болашақ ұрпақтың өз қолында.